Сәлеметсіңдер ме балалар? 4-ші сынып қазақ тілі пәні. 94-ші сабақ жіктеу есімдіктерінің септелуі тақырыбы. Бүгінгі сабақта балалар мәтін тақырыбының мазмұнға сәйкестігін, ондағы негізгі ойды анықтап, жіктеу есімдіктерінің септелуімен танысатын боламыз. 47-ші жаттығу мәтінді оқы. Гүлді жұлма ботам. Бір күні әжем, жүре ғой ботам, жалбыз теріп келейік деді. Жалбыз деген немене деп таңырқай қалдым. Ол дәрі жасайтын өсімдік, көлдің маңайындағы ойпаңда өседі. Барған соң көресің. Әжем айтқан жерге келдік. Жалбызды маған көрсетіп, өзі тере бастады. Менің көзім жайқалып тұрған түрлі түсті гүлдерге түсті. Қызығып кеттім де бір-бірлеп үзіп тере бастадым. Әжем көріп, гүлді, көкті жұлмайды балам, солып қалады. Қатыгездікке барма жаным деді. Мен мән бермей гүлді тере бердім. Бір кезде әжем қасыма келді. Уысымдағы гүлдерді қолына алып, сабағынан тамып тұрған тамшыны көрсетті. Міне, көремісің, гүлдер жылап тұр ғой деді. Біздің қандай жазымыз бар, неге тиесің деп жылап тұрғандай көрініп кетті маған. Мен гүлдерді аяп кеттім. Жұлғаныма өкініп тұрдым. Авторы Хамзин. Ал енді балалар, мәтін мазмұны бойынша төменде берілген тапсырмаларды орындайық. Мәтіннің тақырыбы оның мазмұнына сай келе ме? Өз ойыңды дәлелде. Мәтіннің тақырыбы мен мазмұны бір-біріне сай келеді. Тақырыбында әжесінің гүлді жұлуға болмайтындығы туралы өсиет жазылған, ал мәтінде де әжесінің гүлді жұлма деген тәлімі бар. Мәтіндегі негізгі ойды анықта. Мәтіндегі негізгі ой табиғатты қорғауға шақыру. Мәтіннен жіктеу есімдіктерін тап. Мәтіндегі жіктеу есімдіктері мен, ол, маған, менің, біздің сөздері. Қарамен жазылған есімдіктерді өзара салыстыр, оларға сұрақ қой, қай септікте тұрғанын айт. Мәтіндегі қарамен жазылған сөздер менің, мен және маған деген сөздер. Мен кім деген сұраққа жауап беріп, атау септігінде тұр. Менің кімнің деген сұраққа жауап беріп, ілік септігінде тұр. Маған кімге деген сұраққа жауап беріп, бар септігінде тұр. 48-ші жаттығу есімдіктердің септелуін оқы. Олардың септелуінде қандай өзгешелік бар? Мен сөзіне қарасақ балалар, мен, менің, маған, мені, менде, менен, менімен деп септеліп тұр, Яғни байқасақ, бар септігіндегі жалпы мен деген сөз түбірін өзгертіп жіберіп тұр, балалар. Және де табыс септігінде өзінің жалғаулар емес, басқа жалғауы қосылып тұр. Дәл осылай сен, ол, біз сөздерінде де есімдіктер септелу барысында септік жалғаулар кейде басқаша, яғни септікте көрсетілген жалғаулар бұған қосылмайды. Немесе кейде есімдіктің түбірі де өзгеріп кетеді. 49-ші жаттығу көп нүктенің орнына жіктеу есімдігін тиісті септік жалғауына қойып сөйлемдерді көшіріп жаз. Жалбыз наурыз айының аяғында өсе бастайды. Ол дымқыл, шалғынды жерлерде көп кездеседі. Оның дәрілік маңызы зор. Оны бүйрек ауруына соқ тигенде ем үшін қолданады. Мен ауырғанда оның тұнбасын іштім, жалбыз маған ұнайды. Жіктеу есімдіктерінің астынсыз оларға сұрақ қой, қай септік екенін айт дейді. Ол деген жіктеу есімдігі. Атау септігіндегі кім? Ол деген сұраққа жауап береді. Оның, кімнің деген сұраққа жауап беріп, ілік септігінде тұрған жіктеу есімдігі. Оны, нені деген сұраққа жауап беріп, табыс септігінде тұрған жіктеу есімдігі. Мен, кім деген сұраққа жауап беріп, атау септігінде тұрған жіктеу есімдігі. Осылай көп нүктенің орнына жіктеу есімдігін және тиісті септік жалғауын қойып сөйлемдерді көшіріп жазамыз. 50-ші жаттығу жіктеу есімдіктерін сұрақтардың ыңғайына қарай өзгертіп жаз. Неліктен олай өзгерткеніңді дәлелде.
Мұнда балалар ол, мен, сен деген сөздер берілген және жанына сұрақтар берілген. Сол сұрақтың ыңғайына қарай сөздерді өзгертіп шығамыз. Онымен кездесу, оған тығылады, маған ұнайды, сенің киімің мені таппады, одан көлемдірек, саған бармақшы деп сұрақтарға байланысты жіктеу есімдіктерін біршама өзгертіп шығамыз. Бұл сұрақтар септік сұрақтары. Сұрақ қою барысында есімдіктер осылай септеледі және жалғаулары осылайша орындалады. 51-ші жаттығу: берілген есімдіктерді қатыстырып сөйлем құра. Берілген есімдіктер біз, сенің, оған сөздері. Олай болса, осы есімдіктерді қатыстырып сөйлем құрайық. Біз бүгін достарымызбен киноға барамыз. Сенің жасаған жобаң ең мықты жұмыстардың бірі. Оған мұғалім үй тапсырмасын орындап жүру керектігін ескертті деп сөйлемдер құрасақ болады балалар. 52-ші жаттығу: қоршаған ортаны қорғау үшін не істеу керектігін жаз. Қоршаған ортаны қорғау үшін ағаштың бұтақтарын сындырма, гүлдерді жұлма, қоқыс тастама, өзен-көлдердің суын ластама, айналаңды таза ұста, құстардың ұясын бұзба деп толықтырсақ болады балалар. Ал балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Балалар, егер де каналға тіркелмеген болсаңдар, осы видеоның төменгі жағындағы подписация батырмасын басып, каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.